Түлкі мен тауық ертегісі. Бірде қарны аш бір түлкі тамақ іздеп келіп жатып, бір биік ағаш басында отырған тауықты көреді. Ол енді тауықты алдап, қақпанына түсірейін деген оймен: «Тауығым-ау, неғып отырсың биікте? Жерге түс, дос болайық, әңгіме айтайық, ойнап күлейік, тілімді ал», дейді. Сонда тауық: «Рас айтасың, түлкім, әңгіме дүкен құрып, ойнап күлгенге не жетсін? Анау жерде досым жатыр, оята ғой», дейді. Түлкі қуанып кетеді. Биіктегі тауықты жей алмасам да, жердегі тауықты жеп алайын деген оймен тауық көрсеткен жерге жүгіріп барады. Тауықтың досым деген тазы ит екен. Ұйықтап жатқан тазы оянып кетіп, түлкіні тұра қуады. Түлкі қаша жөнеледі. Тазы оны қуып жетіп, алқымынан алады. Түлкі байғұс тазыдан әрең дегенде құтылады. Бұдан былай ол тазы итке жоламайтын болады. Тауықтың да сөзіне енді сенбейтіндей болады. «Иә, біреуге ор қазба, өзің түсерсің» деген міне осы болар.